Мұрат Әбділда Алматы қаласындағы Республика сарайында концерт берді. Ал концерттің соңында қандай шу болғанын білгіңіз келсе, соңына шейін тыңдаңыз. Мұрат Әбділда тыныштық берші деп біраз әншінің тыныштығын алған сияқты. Киелі сахна көлденең көк атты ойнақ салатын жер емес, деді әнші Ақбота Керімбекова министрлікке назын айтып. Мәдениет саласының ар намысы тапталып жатыр дейді. Мұрат Әбділданың Республика сарайында өнер көрсеткен осылай сынап тастады. Қазіргі таңда блогерлердің өзі тарихи нысанның төрінде тайраңдап жүр деп бассыздықты басуын сұрады. Әнші болып ән салған Мұрат Әбділданың да өз тыңдармандары бар екенін ұмытпаңыздар. Әншінің өз ойынша, біз неше жыл оқып, кәсіби біліктілігімізді арттырсақ та, осы киелі сахнаға шыққанда тіземіз дірілдеп, үлкен жауапкершілікпен шығамыз. Ал мыналар емін-еркін сахнада ән салып жүр деп ойлайды. Осындайда бола ма? Кей әншілер жалаңашта шығып сахнаны ластап жатыр емес пе? Осыған байланысты адамдардың не айтатыны, Мұрат Әбділда туралы не ойлайтын пікірлерін қарап оқып шықтым. Сіздерге де соны оқып берейін. Бір оқырманымыз былай депті: айтса не болады екен? Әншіміз деп жүрген адамдар жанды дауыста да ән айта алмайды. Бұл әншілер біреуді аяқтан шалмаса жүре алмайды дейді. Ал енді біреуі: Мұрат Әбділда, жарайсың, үлкен сахнадан түспей керемет әндеріңді шырқай бер дейді. Енді біреулері: Мұратта адам баласы, сахна халықтікі дейді. Енді бір оқырманымыз былай дейді: оқысын, оқымасын, фонограммамен ән айтып жүр ғой кейбір шегірткелер. Мұрат Әбділда 1000 есе артық. Енді біреуі былай депті: сахнаны жекеменшікке айналдырып алдыңдар ма? Ақбота, алдымен жанды дауыспен ән айтып алыңдар. Ішіп алып шығып атқан қаншама әншілерді көріп жүрміз дейді. Енді біреуі: адамды кемітпеңдер, не болыпты дейді. Мұрат, түспе сахнадан, тек алға, сен қазір хитсің деп оны көтермелеп қояды. Не қызғаныш осы? Халықтың қалауымен шықты ғой. Қазақ осы іштарлығын қоймайды. Көріп жүр ғой кейбір әншілердің қалай ән айтатынын деп өз пікірлерін жазған көптеген комментарийлер бар екен. Ал енді мен өз ойымды айтатын болсам, сахна шын мәнінде де халықтікі, халықпен келісемін. Бірақ сахнаға шығатын адам басқа елге үлгі өнеге болатындай, білімді, басқа адамдарға өзінің жақсы жағын көрсете алатындай болу керек. Себебі сахнаға шыққан әрбір адамды бала да көреді, үлкен кісі де көреді. Бала сол адамдарға еліктейді. Егер ол адам сахнаға жақсы шығатын болса, жақсы өзінің манерасын көрсететін болса, басқа халық та соны қайталайды. Киген киімін де, жасаған әдеттерін де қайталайды. Сіздерге түсінікті болу үшін айтайын. Мысалы, корейский кинолар шығып жатыр. Сол кинолардың актерларына ұқсап киіну біздің елде трендке айналған. Кең балақты шалбар кию, қастарын бояу, шаштарын бояу деген сияқты кореялық жігіттердің кинолардан көрген әдеттерін шын өмірде қайталап жатқандар аз емес. Сондықтан киелі сахнаға шыққанда басқа елге үлгі өнеге болатындай шығу керек. Ал Мұрат Әбділда шын мәнінде де сахнаға өзінің жанды даусымен ән салғанын көрдім. Бірақ енді ол кісіге тез арада менің ойымша оқып, білімін жетілдіру керек сияқты. Сонда ешқандай да сахнаға талас болмас деп ойлаймын. Ал құрметті тыңдармандарым, сіздер қалай ойлайсыздар? Сахнаға шыққан әрбір адам қандай бойында жақсы қасиеттер болу керек?